Ассалаумағалейкум құрметті достар. Алдыңғы видеода айтқандай, бұл видеода аты баршамызға таныс, ал түр тұлғасы беймәлім болған адай жылқысы жеке тұқым ретінде тіркелді ме жоқ па? Және адай жылқысының түр тұлғасы, дене бітімі қандай? Осы сұрақтар бойынша жауап беретін боламын. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, қазақ тілді YouTube арнаның дамуына өз үлестеріңізді қосып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Арнайы отырыста мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қазақ адай жылқысын әлемге танытсақ, бұл біздің тағы бір брендімізге айналады. Сондықтан үкіметке оны ғылыми түрде асыл тұқымды мал ретінде тану және көбейту үшін тиісті жұмыстарды жедел қолға алуын тапсырамын деді. Осы тапсырмадан кейін 2024 жылдан 26 жылдарға арналған бағдарламалық нысаналы қаржыландыру аясында жалпы қаржыландыру көлемі 3 жылға 682,5 миллионды құрайтын адай қазақ жылқыларының салт мініс қасиеттерін сақтау және жетілдіру ғылыми зерттеу бағдарламасын іске асыру қолдау тапты. Яғни адай қазақ жылқысы жеке тұқым ретінде тіркелді деуге болады. Ал енді адай жылқысының негізгі қасиеттеріне келсек, бұл жылқы ұзақ жолға, шөлге, ыстық суыққа шыдамды. Адай жылқысы десе көптеген адамдардың көз алдына кеудесі есікпен төрдей, тұяғы шомбалдай орыстың немесе араб пен түркіменнің сүйректей сұлу аттары елестеуі мүмкін. Бірақ 90-да 100 шақырымға тәулік бойы тынбай шабатын адай жылқысына ондай сұлулық пен шомбал дененің құны көк тиын. Адай жылқысының мойны қысқа, омыраулы, арқасы түзу, сауыры солыңқы, жуан жіліншігі етсіз, мықты құйма тұяқты болып келеді. Шоқтығының биіктігі 140,3 см, тұрқы 142,7 см, кеуде орамы 163,3 см, жіліншік орамы 17,6 см, еті жоғары сапалы, ет түсімі 52-58%. Биелері тәулігіне орта есеппен 8-11 литр сүт береді. Жүйріктері ұзаққа шабады. 40-50 шақырымға шаршама еркін жетеді. Айта кетейік, адай жылқысы Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе облысында өсіріледі. Қазақтың осындай керемет жылқы тұқымын барлық қазақ білуге тиіс. Бұл видеоны достарыңызбен бөлісіп, барша қазақтарға таратуды ұмытпаңыз. Сонымен қатар, қазақ тілді YouTube арнамызды қолдап, арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісіп, өз пікірлеріңізбен де бөлісе кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.